Ай мен күн ертегісі. Өткен заманда біреудің Айсұлу мен Күнсұлу деген қызы болыпты. Екеуі де теңдесі жоқ сұлу екен. Бірінен бірі асқан сұлумын деп, жиі-жиі жанжалдасып ұрсып қалады екен. Бір күні Күнсұлу іс тігіп отырған Айсұлуға тиісіп, сенен мен сұлумын дейді. Ал Айсұлу болса, сен сұлу емессің, мен сұлумын деп таласады. Ақыры аяғында бұл талас үлкен шатаққа айналады. Ыза қысып әбден ашуланған Күнсұлу өзіне қарсы келіп отырған Айсұлудың бетін тырнап алады. Күнсұлудың тырнағының ізі Айсұлудың бетінде өшпестей болып қалады. Содан бері Айсұлу жұрттан ұялып, тек түнде ғана тысқа шығады екен. Ал бейбастығынан қатты ұятқа батқан Күнсұлу түн қараңғылығында бұғып жатады екен. Содан бері Айсұлу мен Күнсұлу біріне бірі көрінбейді екен.